осы 3D әңгіме басталғалы бері міне уже қанша уақыт өтті. Басында осы сен үйіңде түсіріп бастадық. Сенің ана холлыңда отырып көп адам білмейді. Қазір күшті жер тауып алдық негізінде. Мына жерде жақсы екен. Таза атмосфера. Бірер студияда барлығы бар. Ішінде локациялар, неше түрлі фотозоналар, ше. Көрдік қой ба. Күшті, барлығы. Қатты дамып кеткен. Қатты дамып кеткен. Бірер студияға көп рахмет айтамыз. Сен үйіңнен күшті екен, бірақ шынымен де. Енді ол үй ғой ол. Бұл студияға жасалған. Қандай қазір көп нәрсе осы медиа саласына ауысып жатыр ғой. Блогерлерде әр жерде локация керек болса, осы жерге келсеңіздер, семейный фотоларда түсірсеңіздер болады. Бір өздеріңізге контент түсірсем десеңіз, студияларда светтермен барлық жағы қарастырылған ғой. Осындай подкаст түсіретін болсаңыздар да осы жерге келіп, осы аккаунтқа жазылсаңыздар болады. Өте күшті. Бірер студияға рахмет айтамыз. Бізге жайлылық осы жер ұнады. Сіздер де келіңіздер, көріңіздер, бағасын беріңіздер, достар. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Армысыздар қымбатты достар, 3D әңгіменің кезекті бағдарламасы. Біз енді қатты күткен ағаларымыз келіп отыр. Шымкент Шоу театрының актерлары Берік ағамыз бен Нұрболат ағамыз келіп отыр. Қош келдіңіздер. Қош көрдік. Біз осындай бір бағдарлама ашқанбыз. Көріп отырмыз сырттарыңнан. 3D әңгіме деп. Бір жақсы жері енді өзіміз солай ақтап өсектің өрбіген түрі ма сонда болды. Үйді болғанда қалай болды. жоқ, өсек жоқ. Вот именно сол. Мүлдем. Бізде басқа жаңа подкасттар, бірдеңе сұхбаттарға барса біреуді жамандап, анандай болып кетті ғой, пәленше анау ажырасып жатыр екен деген ондай жоқ. Талқыламаймыз ғой. Еш нәрсе талқыламайды, өсек жоқ. Бізде чисто басымыздан өткен, біреудің басынан өткен оқиғаларды 3D форматта айтып беру, просто әңгіме қылып, әңгімелесу ғой. Ертең үйде адамдар телевизор көріп отқан кезде көре алатындай, кайф алып көріп отыратындай бір бағдарлама. Ешқандай өсек әңгіме жоқ. Бізде баяғыда мысалға біздің кезімізде бұндай әңгімелер остановкада, түнде балдармен жиналып, арасында гитарамен өлең айтып қоямыз. Пока кемпірлер қуып жібергенше. Сол. Есек құсап аңырамай құрыңдар. Анау магазин түбінде айтылады да бір әңгімелер. Мысалы, 100 грамм ішіп отырып, сол жерде қалып кетеді ғой. Біз соны неге ютубқа шығармаймыз деген әңгімелер ғой. Басқа не жоқ. Бәрекелді. Ақтап алды кей. Қош келдіңіздер. Жағдайларыңыз жақсы ма? Сөздерің қалайсыңдар? Міне қыс ауасы. Қазір енді не концерттің жалпы сезоны ғой енді былайша айтқанда. Маусымы. Той сезоны таусылып, проекті басталатын сезон басталып жатыр ғой. Қызық дайындықтамыз, қызу дайындықтамыз. Жеңшелерімен қалайсыздар? Ажырасып, қуарып қалдыңдар ма? Не болып жатыр екен? Берік аға бір жолы историясын көріп қалам ғой. Шымкент Шоу театрының Берік әйелдерге қарсы бір бөле жазыпты дегенде шығып қалды да. Сразу Берік ағаға іздеймін жазам от бәке десе. Қалайша жағдай жазсам? Не болып жатыр деп. Не болып жатыр демес іздеп, Наурыз бір армия қатындар келді ғой. бір армия қатындар келді. Мен историяма келді. Менің өмірімде историяма 60 000 просмотр болмаған. 2003 болған дейді. 60 000 просмотр. Аналар сөз түсінбейді дейді кәдімгідей ше. Әртүрлі тек бір жақтама адамдар дейді бір қатындар. Қырылып солармен. Жүдә болмаса, екеуміз біраз сөйлесіп қойдық, әңгімелер. Жүдә болмаса күлпаштың киімін киіп аламын жарады ғой. Шынымен ана мына аға ұялмайсыз ба бірдеңе деп қоймай барасыз. Уже сөз өтпейтін түсінесің анаға. Жай, ондай емес. Ана тырнақшамен жазылған, менің жазуларымды оқысай жөндеп. Тырнақша деген оның өз мағына береді. Ана дефис тұр, дегендей деген әңгімелер тұр. Жалғаулар тұр, жұрнақтар тұр. Соның бәріне қарап бар мағынаны түсінсеңдерші десең. Жоқ қой, немене сен қатындар бір бәлі анадан туылмадың ба? Қарғау енді анамын. Сөйтіп баратса, жаның шығарам деп күлпаштың даусымен сөйлеймін да дейші. Жаның шығарам бір байға беріп жіберем, шашың жалбыратып деп. Сөйтсем, аха деген күлкілер келеді. Басылды ма енді онда да? Ой, бәшін, болмайды. Ой, қазір апта сайын бірдеңе шығып жатыр. Қатындардың шуы ғой былайша айтқанда. Енді біз былай жаңа айттық қой бағдарламаның басында, бастан өткен қызықты оқиғалар, біреудің оқиғаларын, бір кісілер бар, өзінің оқиғасын біреу қылып айта салады, сөйтіп айта беруге болады. Сол сияқты бастан өткен қызықты оқиғаларыңыз болса айта отырсаңыздар. Еске түсіргенше мен бастап бере берейін. Былтыр ораза айында еді. Асар Уме деген бізде қайырымдылық қоры бар ғой, Асар Уме.
содағы біраз ағалармен араласып қалғанбыз неғамыз сөйтіп қонаққа шақырды ауызашарға эмиратқа шақырды сөйтіп келіншегіммен бірге аттарымыз жазып күшті шақырту билет ауызашарға бардық кәдімгі ауызашардың уақытта кірдік іштен ассалаумағалейкум деп о бірге қалайсыз деп күтіп алды күшті күтіп алды сіз ана жаққа отыра беріңіз деп дәуіз алдындамыз ғой отырдық бір кезде тамақ кетті қарны ауыз ашып алдық тамақ кетті имам тұрды да ғана жіберді сөз бір кезде енді тойып қалдық әжептәуір намазға барып келдік шам намазын оқып келдік сөйттік тағыны әйелім бөлек мен бөлек еркектер бөлек әйелдер бөлек отыр арғы бетте бір кезде енді мынау әкемізбен анамызды еске алу несінен бір бейнеролик бар еді соны көрсетейік деді да бейнеролик жіберді әкеше аналар біреулер жылап жатыр Асару мен не болып кетті деп тұрмын мен вообще сөйтіп бір кезде жанымдағы ешкім танымаймын жанымдағы жігіттен бәкең жіберді ма дегенім иә бәкеңнің мамасының жылдығасы ғой деді Асарумен ма дедім білмеймін бәкеңнің мамасы ғой деді бәкең деген қайсысы дедім мен танимын ғой енді балалар бірақ біреуін көріп тұрған жоқпын да анау ғой деді шапан киіп бір мужик бүйтіп тұр да енді өмір көрмеген сөйтіп шақырту билет мынандай ма деймін ғой шақырту билетін жіберемін ғой уже полный жеп қойғанмын тамақтың бәрін жеп қойғанмын сөйтіп көреді да жоқ бұл жылдығасы ғой дейді қойшы дедім да далаға шығып мына залына кіріп қалсам Асарумен қайда өңкей ана блог түсіріп мынаны жылдығына үй бергендеріне құттықтап бір бірінше сөйтіп екеуміз баса құранға кіріп кетіп тамақ жеп біреудің құдайына қатысып кеткенбіз келіншегім екеуміз 40 күндік асында сондай бір имамдар келіп бас аяғынан бастап отырады ғой енді имам болғаннан кейін енді сондай уағыздар айту керек не ана кісі отырып далаға барып темекі шегіп келді дейді ана кісі отырып имам кісі ма имам кісі да үлкен ақсақалдар әңгімелерді бастады деді анаған енді сәл демеу болсын деген шығар қиссаларды айтып бір екі уағыздарды айтып имам үндемей отыр тағы біреу ар жағынан бір шал жалғап жіберіп ол негізі оның қиссасы былай екен осындай бір уағыздарды айтты осындай ана жақтан бір шал тұрып ол негізі мынандай сосын әйел мен еркектің теңдігі болғанда біз о дүниеге барғанда теңдікті осылай бөледі ақыреттегі осындай үндемей қалып имеке енді өзіңіз де бірдеңе не ажыз сендер өздерің бәрін білетін сияқтысыңдар ғой айта беріңдер өзі үндемей отыр осы бадамда Асқар бар ғой Асқар Қалмырза ұлан ағасы соның несінде соның бір ағасы бар өзі сәл жындылау ауылдың айтқыштары болады бір прямой айтатын ше кәдімгідей соны тентектеу бір үлкендеу бізден үлкен енді сөйтіп сол құдай жасады жаңағы әке шешесіне бір ас берді да бір енді қатты үлкен емес енді бай емес енді өзіміз сияқты қарапайым жігіт азағындай бір көп емес бір аз адам шақырып құдай беріп жатыр сөйтіп оқып жатыр ғой жаңағы құран оқыды тамағын жеп болып құран оқып жатқан жаңағы молда құран оқып болып жаңағы батаның кезінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи сәлемнен баста деді адам ата алейхиссалам хауа анамыздың рухына бағыштадым әулиелердің рухына барша пайғамбарлардың сахабалардың тақуалардың шахидтердің рухына жетім жесірлердің рухына деп кетіп жатыр ана ағасы Асқардың ағасы молдеке өзі кішкентай қошқар еді әке шешеме жетпей қалмай ма азар деп отырған құдайда отырғандардың бәрі кетіп жатыр жыбыр жырқ етіп ол бірақ андай да шын көңілмен айтып тұр да ол шандай бір әдейі күлдірейін деп айтып тұрған жоқ та ол шынымен әке шешеме жетпей қалам екен деп отыр да уайымдап біздің аудан жақта да біреу қайтыс болған көңіл айтайық деп 3 адам кіріп ана үйінің жалғыз отыр дейді сөйтіп жаңағы құран оқыды бір біріне сілтеп мешітке барады ау дегенде оқысай десе анау аузубиллахи минашшайтанирраджим бисмиллахиррахманиррахим алхамдулиллахи раббил алямин атамызға тие берсін аумин деп сөйтіп жаңағы қалғаны кән десе үшеумізге болады ғой үшеумізге болады Серік деген музыкант кісі бар үлкен біздің алдыңғы буын ағалар бар да музыканттар саксофонист өзі бірақ тойға аппаратпен шығып жүретін жаңадан біз енді театр жаңадан ашылып жатқан Нұрболат екеуміз мен енді сәл музыканттар танимын арасында жүргем бұл жаңадан келген ғой кім ол кім еді
Визон аға. Марат. Марат аға ғой, оны біз білмейміз мен енді. Мизон Марат дейді ғой енді сыртынан бәрі. Сәбит аға бізге запись жаздырды да, театрдың бастығы. Мен енді арам ойым жоқ. Қылқи деп ең жақсы мен болған соң, ана дискеттерің дайын болып қапты, соны барып алып кел ертең деді. Қайқа барамын дегенім, ана Бизонның студиясына барасың деді. Мен ойладым, Бизон деген бір Sneakers, Twix деген шетелдің аттары деп Бизон деген деп тұрған жоқсың. Орысша білмейтін адамым, ол шетелдің сондай бір студияның аты деп ойладым да. Бір тойға барып, жаңағы сақал тағып, Қазыбек мен Төле би, жаңағы ер жігіт Айтеке би болып тұрғанбыз дайындалып. Бәрі Бизон келді деді да. Сосын мен шақада қалды. Ертең барып жүргенше қазір ала салмайын ба деп сақалмен барып Төле бидің несіне барып, ассалаумағалейкум аға, сіздің Бизон деген студияңыз бар ма деп амандасып едім. Мынаны деп тұр, оны деп орысшалап боқтап тұр да. Сөйтіп сасып қалдым да, бір дұрыс айтпай қалдым ба деп қолмен көрсетіп қойған ғой, Визион деген студия. Мен мынау осындай деп енді маған қатты кетіп жатыр да. Сөйтсе арт жағынан Ғалымжан деген ағам тұр, сәл тұтқап сөйлейді. Марат деген ағаң деп өзден күлкіден жарылайын деп тұр да. Сөйтсек ол Бизон деген кейін мен мына балдардың бәрі ұрысып жатыр ғой маған, жындысың ба ол, бұқа анау бір тауда жүретін жабайы бұқа дейді. Қаяқтан білемін енді. Сөйтіп ол ағадан ұялып жүрдім. Сөйтсем ол ағаның өзі қазір біраз адамдарға айтып жүр екен өзі. Шымкентте бір бала маған келіп сөйтіп айтқан. Бизон деген сіз емес па деп қояды ойшы. Одан кешірім ол өзі шын орысша білмеген, тіл білмегендік қой. Өзім орысшадан көп таяқ жегем. Баяғыда бір студент кезде әпшем үйінде жүрген кезде жаңағы әпшем құр жатасың ба, орысқа көмектеседі. Өмірімде онда орысша сөйлесіп келген соң жаңағы орыс осындай аппақ бір нәрсені жағып жатыр дейді төбеге. Енді онымен сөйлесе алмайсың бүйтіп тұрсам терезеде соның темекісі тұр. Енді темекін ұрлап алайын ба деп бүйтіп жайлап қасына барып бүйтіп қарап жүр, темекіні бүйтіп қарсымын төбеге қарап істеп жатыр екен. Біреуін алып алып бүйтіп қарап қалсам екі көз тұздай маған қарап тұр ғой. Сөйтіп сасқанымнан не говорите дедім да, әпшем айтып қоймау керек қой шегерімді. Не говорите дедім. Даламшқа деп бүйтіп бір нәрсе көрсетті да. Міне далампечки деген ғой. Сосын бүйтіп қарасам андай жерде люстра тұр екен, осыны далаға алып шығып апарсаң айтпаймын деп айтады екен да. Сөйтіп ана люстраны көтеріп сақырлап далаға қойып отырмын, әпкем шықты да, не істеп жатсың деді, анау үйдегі Сергей далаға шығарып тастады деп айтты. Шықыр деді Сергейді қырдан ау. Осыны неғып алып шықтың деп, сөйт. Әпшем шығып кеткен, идиот дейді да. Сөйтсем ол мен даламшки деген жаңағы маған бәрібір деген сөз екен ғой. Тағы қолды тура люстраға түсіп ламшкіні білемін. Сөйтіп сол орыстардан күйген соншалық сол тағы бір үйге көшіп келдім Шымкентте. Сөйтіп келсем жаңағы Жизден мен әпшем үйі әңгіменің ашығы. Соның үйінде тұрып отырған кезде бір газ контроллер келді да, мына үйдің автономный нәрсесін ауыстырып таста маған. Бір нәрселерін сұрады, документін. Сосын мен Жиздеме сұрадым, звондап. Жизде мына бір газдың адамы келіп тұр. Анау документ сізде ме дедім. Оны мен білмеймін, алдындағы хозяиннан сұрашы, мен біреуден сатып алған бір орыстан деді. Енді оны қалай сөйлесем деп нөмірін беріп жіберем деді, нөмірін берді. Сосын орыспен сөйлесу проблема ғой. Домашнийіне звондадым. Алло, здравствуйте. Я у бақыт братишка деп қоймын, бірақ қол жұмыс істеп жатыр сыртта. У дегенде не үшін қосып тұрғанда у бақыт осыны дедім. И че деді. Мне документ автокотел дайте дедім. Ар жақтан бүйтіп. Слушай дей ма? Слушай деді да маған түсіндірді ғана бірлерді айтып жатыр, бір әдебиеттен бір орысша литературадан сабақ беріп жатқан сияқты. Түсінбеймін. Бір Свинцовый деген сөзін түсініп қалдым. Тыңдап тұрдым. Нет, мне просто документ дайте дедім. Я тебе еще раз говорю деді. Тағы жаңағы мынандай орысшаларын айтып жатыр. Түсінбеймін ана жерді тыңдап тұрдым да. Свинцовый, не надо. Где документ? Я тебе еще говорю! Айқайлап деп, пошел вон деп қойып қойдым, ана ізәм шығып кетті да. Нанға барып келші деді келіншек. Сыртқа барып, магазинге барып, нан алып келе жатсам, қасыма бір бойыма қарсам, жаңа көз тұздай орыс отыр. Тейда, бақыттысың, інісі бір нәрсе деп жатыр ғой. Бетіне қарап, сөйтсем, мне документ дайте, все, мне не надо Свинцовый осындай деп жатсам,
Слушай. Аспайтыңда да айтып жатыр ғой Келіп айтып жатыр. ол жақ бүйтіп тұр ана арасында тағы Свинцовыйдегіні түсініп қалдым Свинцовый не надо мне дайте документ десем айқайлап бетім өзім сөзін өзім айтты ғой пошел онда кетіп қалды сөйтіп жындым неменеге ұрысып кетті да бүйтіп жан жағыма қарасам мына жақта жаңағы магазин сатқан апайым құлап жатыр ғой сөйтіп ол саған түсіндіріп жатыр ғой ана мен үйді алғанда автономканың документін өзім істедім сен соны қайттан 3 жыл сайын өзің істейсің деп жатса мен оны қан ішіп тұр едім ғой где документ сен мендегі документ сұрап өтіп кетті деп сөйтіп сол орыстарға үй жақтағы жолағым келмей жүрген өткенде карантинде көршіміз звондайды осындай домком әйел қайтыс болыпты деп соған көңіл айтуға кіресіңдер ме деді мен күзде барамын ғой күзде барып кіреміз енді дедім да енді оған көңіл айтатын сөзді де білмеймін оны бірақ күзде барған кезде анау пусть бір пух деген сөз жаттап аламын деп бардым да үйіне барам деп жүрдім ол күзге үшін әлі біраз уақыт бар сөйтіп жүрген кезде табан астында бір той шығып қалды үйге кіріп костюм шалбарымды алып шығып жатсам жаңағы орыс қызы шығып қалды мен әлі көңіл айтатын сөзді жаттамағанмын аған әлі дайын емес сөйттім да пух деп сол екеуін ақ есіме түсірдім ғой пух деп анау бүйтіп бір деді сөйтті да өзі жылап бір нәрсе көзінен жас шығып айтып жатыр әлі бетіне қарап тұрмын да мынаны қандай еді анау бір нәрсе шаншарды айтатын да пусть земля пух деп сол есіме түспейді ғой бетіне бүйтіп қарасам ана тоқтап қалыпты маған қарап түсінбеді ғой деп пух деп сөйтсем тағы айтты ананың қасында пухылдадым да отырдым пух деп я поняла біздің кезімізде сондай еді біздің кезімізде орысша білмесең өмір сүру мүмкін емес еді тек орысша үйрен дей беретін еді мамыр кетчуп алып келші барып магазинге деп айтқанда кетчупты енді шыққан кезім енді пайдаланып жүрген кездер ма папа магазинге барып кетчуп деген сөз есіне шығып кетті айтып беріңізші сіздер шатасызға жаңағы сіздердің енді театрда негізі көп қызықтар андайда болады біздің папа да мафиямен тақияда жүрді ғой қай бір жылдары сіз анау бір сағаділда деген актерлар бар еді сағаділда сол кісі кейін біздің папа андай зеленкілерді жасаған жақсы көреді ғой сондай тура кулисаның қасына домашний тапочкасын қойып кетті домашний тапочкамен шығып кетті өзінің аяқ киімін шешіп киіп сразу шығып кетеді екен да папа жайлап кетіп қалған кезінде шеге қағып тастап домашний тапочкасында рөл басқа киіп поқып сахнаға қорлап сіздерде бола ма ондай бір бірлеріңізге концерттің анау бір соңғы гастрольдерде бір зеленка болады иә бірақ енді жаңағы мәкеңдікі бірақ подлянка ғой ол енді папамызды жауыздық қой ол подлянка дәурен екеумізде болған зеленка болғанда медеу достаев деген режиссеріміз болды ғой сол туған күн жасады сөйтіп туған күн жасайын деп бәрімізді шақырды кафеге барайын десек менде ақша жоқ дәуренде де ақша жоқ ол кезде жағдайымыз нашар көгеріп кеткен 1000 теңгем бар соны сақтап жүрмін бір билет керек болып қала ма деп паркменнің түбінде сөйтіп дәурен кетіп барайық медеудің туған күні дәурен анан құр қол барамыз ба не істейміз дедім атап кете салайық кейін концерттен бере саламыз деді ұят болмай ма дедім ұят емес деді соған дәуренге сеніп жаңа ішіп жеп жатырық туған күнді сөйтіп бір уақытта бәріміз қоштасып жатсақ дәуренді байқап қалсам ананың қолына ұстатып менен тығылып ше аздай болса көптей көріңіз деп құшақтап кетіп бара жатыр да мынау мен медеуге жексұрын қылды ғой тем более режиссер театрдан шығарып жіберуі мүмкін жайлап бардым мен алып 1000 теңгемді шығардым соңғы ұстап жүрген сөйтіп бардым медеуін ұялып қолына ұстатып мәке аздай болса көптей көр деп күлді сөйтіп шыққаннан кейін ұрыстым дәурен миың ашпаған ғой мен қададың ғой бағана келісіп келдік қой мен берген жоқпын ғой дейді бермегенде сен көзбен көрдің ғой қолына ұстаттың да аздай болса көптей көр деп айттың ғой десем мен қолымды бүйтіп алғанмын дейді ол ана қолды тықылатшы аздай болса көптей көр деп соны ұстатып тұрмын дейді да ана соны көріп түсініп тұр ғой бізде ақша жоқ деп мына қолын бүйтіп сондай намек істеген екен да ал мен екі ортада бардым да 1000 теңгемді бердім сөйтіп бір күндер сол 3-4 айдан кейін дәуреннің әкесі қайтыс болды әкесі қайтыс болған соң соның несінде қызмет істеп жүрміз тағы ақша жоқ барынша көрінуге тырысамыз ғой көпке анау мынауына істеп дәурендер қатарда тұр жылап
Сосын бәрі кетіп бара жатыр еді. Мен де енді қайта берейін деп мен көзге түскенім бар, кетіп бара жатсам тура Айдар деген класстас оған тағы ұстатып отырған аған ше. Ұялдым да қасына бардым, қолымды бүйтіп алдым, амал жоқ менде ше. Тылағым ұстап алдым да Дәуренге ұстатып, аздай болса көптей көр енді деп. Бұл біз ол кезде дато ғой анау. Біраздан кейін берем деген әңгіме ғой кейін. Бүйтіп аздай болса көптей көр десем Дәурен бүйтіп қайғырып тұрған адам. Сапта тұрған ғой. Анау мен құлағымды түсінді де. Деде бір бес той ма бір бөле бердім ғой. Сол кезде командада Бағдәулет бар ғой, журналист. Соны да ілген едім ғой, естерде ғой. Барлығы ана конверт жоқ бір. 10.000 теңге оғатқан кездер ғой. Сөйтіп Бағдәулет бәріміз сөйтіп ғой. 5.000 ба берді. Жоқ, үйге Құран оқытқан кезде. 5.000 ба берді. На Василия емес, просто әшейін Құран. 2.000 беріп кете барады біреулер. Бар не. 5.000 теңге ұстады. Қоныс құтты болсын бір теңге. Ет қабыл болсын деп. Рахмет бәріне бет. Рахмет ақа да шығарып салған. 3-4 бала тұрған, ана 5.000 қағаз жалаңаш келіп қалды. Көрінді. Ешеш не бетімен беріппісің ба дедім ана. Не бетімен беріппісің ба 5.000 теңге. Долбоеб дедім. Шеше қалдым ба салды. Табайласпай кетіп қалғам ғой. До конца тура кетіп қалды. Болмай қалды. Не істерін білмейді. Болмай қалды деді ше. Өзі сондай бала еді өзі. Кейіннен бір шашылдық. Жаңағы қатарда тұрады деген шат. Қандай өз районда бұзық болып жүрген бір баланың атасы ма, әжесі ма қайтыс болып бұзық бала болып жүрген бала да. Соған достары келіп көрісіп от, әжең аты қайырлы болсын. Базар жоқ деп. Базар жоқ. Кешірегі тура осындай да бір қайтыс болып, кім деді? Мұрат деді ғой, мысалы айтып отырған. Қайтыс болып, енді Құран оқып, жаназада молаға қайтыс болып кетіп бара жатса, ана айтқанда енді біздің әкемізге қазір сұрақ жауап басталды, 40 адамнан кейін басталады. Мәңгілік солар сұрақ алады, осыны осылай десеп, ағасы ойында ештеңе жоқ дейді. Біздің паған сұрақтарына жауап береді деп. Қой десе, башқаты ғой деп айтады. Башқаты ғой. Есеп шығаратындай істеп тұр ғой. Асылзат деген досымыз айтып отыр. Бір көршім аварияға түсіп қалды дейді. Соған міне керем деп жүрген кезде арада бір апта өтіп кетті дейді. Ұят болды ғой деп бір күні ұяттың бәрін жиыстырып жұмыстан сұранып үйіне барсам әкесі отыр дейді. Әкесіне айтқан ғой. Енді Айбетбис кеше естіп қалдым, бала аварияға түсіп қалыпты, Айбетбис соны кеше естіп қалдым десе, папасы отыр ғой. Сен кеше естіпсің, біз бұның авария болатынын біз алдын ала білгенбіз деп сен алдын ала білгенбіз, сен хорошо, сен кеше естіпсің. Мейлі енді қорыққан тұл қуанышты болсын десе, тек қорыққан жоқпыз жаңағы. Тек қорыққан жоқпыз деп айтады. Бәрібір ба табасы. Нұрболат пен ауыл мен біздің ауыл енді екі район болғанмен, Сайрам ауданы, Төле би ауданы болған, жақын ауданда. Біздің бала күнгі әзілдеріміз, приколдарымыз ұқсасында бір ауылдың балдарынікі сияқты отырады. Сосын бұлардың ауылдың балдарында класстастары бар, өздері бір. Негізі Нұрболаттың өзі бір, былайша айтқан қазақтың баяғы, ескі тілмен айтқанда әпенді ғой, былайша айтқанда ше. Өмір осындай бір неге ілігетті жүреді де өзі ше. Өздері іздеп тауып алады. Өткенде мысалы Турцияға бардық. Зузу Күлпаштың бір сериясын сояқта түсіретін болдық та. Сөйтіп екеуміз бардық енді Турцияға. Командамен бірге актерлардан екеуміз бардық та. Сол жерде ғой жаңағы енді қой съемканың бәрін бітірдік. Бір күн бізге жаңағы күтіп алған қыздар жігіттер бір күн демалыс жасап қойыпты. Теңізге шығарып, бәрін істеп жатыр енді жағдайымыз. Соны базарға апарыңдар дедік енді базарға барып. Тарап кеттік бәріміз. Жан-жақ. Сонымен не телефон звондай алмайсың. Мен адасып қалдым ja балалардан сөйтіп. Базарда келе жатырмын. Қалай тауып алсам, қандай жолы бар? Енді мен Шымкентскиймін ғой деп қоямын да, мүмкін емес қой, табуым керек қой жолын. Турцияда ғой, Стамбулда адасы базарда келе жатсам, мынау отыр ғой, көз бақырай базардың ортасында. Мен де адасып қалдым. Қандай орындық бар екен, сөйтіп отырып алған бүйтіп. Мен негізі оның сіздерді бір 2 сағат тұрып күттім. 2 сағат бұл қимылдамайды. Белім ауырған екен тура отырып сізді күтіп отырған ғой. Сізді емес енді біреу кездесіп қалған, бір қазақ кездесіп қала ма деп.
сөйтсем действительно бір қазақ кездесті. Сөйтіп о нәкөн-ай осындай дейді. Атыраудың қазағы екен. Қуанып кеттім, үміт пайда болды. Осындай осы жақ кино түсіріп жүрміз дедім. Неғып отырсың дейді. Балдардан адасып қалдым жаңағы. Бекеңде осы жерде ме? Осы жерде жүр. Күлпәште жүр ме? Жүр осы жерде дедім. Солардың адасып тұрмын десем, ой деп кетіп бара жатыр. Нәкөнай Күлпәштен адасып қалдым деп айтқан сияқты күліп жатыр да. Сенбей тұр да. Әзілдеп тұр да. Оңай подарка алдық енді. Әріміз бір енді кішкентай сувенир алып жатырмық енді, таныс үйдегілерге. Бұл молодец, бизнесмен ғой қазір бұл. Саумал ашқан, бала шағасына қойшы, оларға өткенде Қытайдан адамына алып барғам. Бұл жол деп жұмысшыларына ғана алып. Ана саумалдағы демалушыларға емес, жаңағы жұмыс істейтіндер бар ғой. Персоналға. Иә, соған анау холодникке жабыстыратын, кілт келетін. Қырып алған ғой сондайлар. Құр қолғамасын деп. Қанша қалдың дедім. Сол біздің ақшамен 20 мыңға оттай үйттік қой. Мынаны 20 мыңға оттай. 20 мыңға жинап шығып кетті. Базардан бізде 2-3 мың алып кетесің ғой дегендер. Ана жерде 20 мың қалдым. Еще сол біз құрбан айтқа тап болдық қой сол кезде. Базардың бәрі жабық. Біз бір-ақ қатарлық базарға бардық па сондай өзі. Еще бізді зарежетеді ғой. Бұның мінезі андай да. Өзінің істеген өзіне жыны шығып жүреді да бұл ше. И жаңағыдай состояниеде отырған ғой. Анан 20 мыңға алдым. Шымкентте де осыны 2000 теңге қалатыным ғой деп өзінің ісіне өзі жыны шығып отқан кезде жаңа біздегі айда қыздар келген ғой. Аға не алдыңыз деген, мынандай алдым, анам 20 мыңға деп. Біз ане жерден алдық қой, пәленше 12 мыңға 10 мыңға алған ғой, сондай айтшы, сондай. Одан бетер ниеті қызар. Ол мен іштен алмаймын дейді. Іштен алмаймын дейді, қалтамдағы жаңа лирдің бәрін балдарға кімге лир керек? Маған бере сал ақшаңды. Кім мынаяқтан Шымкенттен сұрап аламын қарызын дейді. Сөйтіп қайттық гостиницаға келіп. Ертеңіне. Гостиницаға келіп жатсам, жаңа 20 мыңға сатып алған біздің таксиде қалып кеткен ғой. Бізді жалдаған машина бар. Мә саған одан бетер ішімді ашыды. Сөйтіп жаңа қызды тауып алдым да, бізді көмектесіп жүрген ана маған таксиде жаңа бізді әкелген. Сенің адамың ол, сендердің машинелерің содағы менің заттарымды әкеп берсінші. Көңілім тыншымай жатыр. Нұрболат, уайымдама, ертең ана офиске жеткізіп береміз деді. Сөйтіп ертесіне офисте жүрміз. Жаңағы ойын бар сыйлықтарда ғой жаңағы 20 мың қалған. Қашан келеді деп жүргенім. Ана қыз звондады, ана шофер шыға алмай жатыр. Короче, саған таксимен салып жіберетін болды деді. Болыпты, таксимен салсыншы, болды. Главное, алып кетсем болды аналарға деп ниеттеніп алғаным ғой деп. Сөйтіп тұрсам бір уақытта такси келді. Таксиіңіз келді, сіз шақырып отыр деді. Бардым, жаңағыдай счет бір белгісін көрсетті. Төлесем 35 мыңға жаңаны сатып алдым ғой. Такси 35 мың теңге. Сөйтсем ана Европа мен Азия деген жаққа бір туннелден өтті дей ма бір нәрсе. Қымбат екен деп өтті. 25 мың теңге алдыңыз десеңші. Ош 35 мыңға оны төлеп таксимен қайтадан көңілім көншіп 1 сағаттан ойландым ғой. Тағы жыны шығады. Осыны 35 мыңға алмай-ақ, оны базардан 20 мыңға алдым. Ана магазинге барсам 25 мыңға аламын ғой оны ары кетсе. 35 мың неге алдым деп. Келдім да саумалдағыларға жынданып бердім ғой. Ол ұзақ сақталатын жер енді сондай бір келген дүние екен. Қымбатқа келген ба. Баяғыда мен не қылатынмын? Астанаға біз КВН-ге бірінші шыққан кезде Астанада, мысалы, қызбен жүрмін, үйленбегенбіз, қазір кеншегіміз, басқа қыз еді өзі. Соған не әкеп береді мынандай күміс комплект бір барғанда, мынандай тек күміс, алтынға ақша жоқ қой енді студентсің ғой. Күміс трос, күміс жүзік, сондай алатынмын. Бірақ Астанадан алмайтынмын. Алаш базардан алатынмын, Шымкенттен келіп, пойыз ғой өзі, онымен жолықпай атып, ертесіне азында Алашқа барамын да, сондай жүзік алып аламын 2000 теңгеге. Ценигіна 5000 теңге деп жазып беріңізші деймін ананың ше. Сатушы апай 5000 теңге деп жазып береді. Астанадан әкелінді жаңағы қызыма беретін. Севичке әперемін 3000 қаламын 8000 деп жазып береді сондай ғой. Ценигіна жазып береді да. Ценигімен бірге беретін. Бір жолы туған күніме Дима Биланың 6000 теңге тұратын мен көріп кеткенмін, алтынды көріп жүргенмін, сондай одеколонын маған берді. Ценигіна 12 теңге деп жазып қойған. Өзіңдікін олар да қазір бізбен тең ғой. Тең. Сондай бір сыйлыққа да алданып түсіп қалғам ше бір рет. Тура бір досым келді. Ленинградтан келдім, жолығайық деді. Сөйтіп жолығам, саған подарка әкелдім деді.
енді өзі Алматыда тұрады. Сосын Қасан ата деген кафе бар бізде. Соны апарып күтіп отырмын енді. Ана сыйлығы не екенін білгім келіп тұр енді. Ленинградтан. Өзі бірақ 3 күн бұрын айтып қойды ғой, саған сыйлық апара жатырмын деп. Сөйтіп дастархан жайып, анан тағы күттік пәленбай ақшаға. Көтіп алсақ, анау сәл ішіп алды. Көп сөйлейді екен анан. Сыйлықты көрсетпейді. Әлі түнгі 2 болды. Бір бала мегзақ. Қайтайық дедім. Өзі машинамен мені апарып тастады подъездге. Қазір тоқташы сәл сағынып қалдым деп әңгімен болмайтын бірлеріне айтып отыр. Қасына отырмын. Қазір сыйлықты есімнен шығарып жібермей түсіргізді деді. Болды деп. Бір уақытта келді ғой сыйлыққа. Мана барды осы жерден кілтпен бетіп тұрып ашты енді бір қарап отырмын ғой енді. Жатырып қойып. Сол сыйлыққа бола түстен бері жүрмін ғой қазір. Ақшасын төлеп қарап отырмын, ашты да мынандай открытканың арасынан бір открытканы маған берді ғой. Бетіп қарасам, орыстың церковінің суреті баяғы. Көңіліне қарадым деп алып кеттім. Бір жыным шыққан жаңа. Ана үйге қойып қойған әшейін церковтың суреті. Данвайда ма? Тағы 3 күн бұрын айтты ғой, саған сыйлық апарады. Сөйтсем 40 открытка алып апты. Әр адамға сөйтіп жақтан келдім деп таратып жүр екен ол. Анау алдына жазып қоятын менде де болған жаңағы. Сендер қайта ценникті бүйтіп оны алып тастап басқа ценник жабыстырады екенсіңдер. Мен 2000 теңгелік ценниктің алдына 2000-нің алдына бірді қосып қойғам ғой ше. 2000-нің затын 12000-ға алдым деп ше. Астанадан бір сувенир алып келгем үйге. Мама өзі ақша беріп жүрген, өзі кішкентай тұғым. Ана бәйтеректің несін алып барғам үйге сөйге жалғашы. Мынаны сен 12000 тұра ма? Я, мама, мына 12000 теңге тұрады. Саған біз 5000 теңге беріп жүрдік. 12000 тұрады екен, соны 2000-ға беріп деп ше. Осындай тірліктерімізге шығар. Біз Шымкентский, біз енді амалын іздейміз ғой. Ешкім көңіліне кімей. Қарлығаш екеуміз жаңадан үйленген кезде общагида тұрамыз ол кезде. Жаңағыда енді ақша жоқ, әйтеуір. Жаңа бірге жүргенімізге мәз біз әйтеуір. Өнерді бастап атқанымызға мәз болып жүре беретін кез. Соны біздің қасымызда соседка бір қыз бар, енді ол да актриса енді. Ол жаңағы ауылына кетеді, ол енді ауылынан Қарлығаштың төркіні осы жақта, менің ауылда біздің ауылдан біз омбыз ғой, келдің ау, кеттің ау, ой сен аш жүрсің бе деп бір сүңге салып беру жоқ қой енді ауылда ондай. Не әкелдің ғой, или болмаса пошел вон ғой. Сонымен жаңа қыз ауылына кетті, ауылынан келеді. Суббота воскресенье барып келеді ғой. Келгенде білеміз ол ауылдан алып келеді бәрін банкілері бар, майы, сары май. Бірақ енді жаңағыдай ғой, жоқшылық заман бір-біріңе бермейсің, ол да сақтау керек, оны бір айға жеткізу керек па білмейсің ғой. Соны оны көріп алдық, жайлап, жаңа мен ғой енді Қарлығаш білмейді ғой, жайлап арасынан жағдай қалай, дөңгілер қалай бастайды. Отырады ол да бүйтіп, жақсы, сәлем айтты, мына бірдеңе. Осындай әңгімені бір уақытта жайлап, әйел адам құлақ жақсы көреді ғой бәрібір. Ананы мақтап, мына жағдайын бір уақытта жайлап жазып шай ішесің ба дейді. Bir kese çay içecek deyimiz. Şu oturasın. Küldürüyorsun ananı. Köngülü köterilen tabii. 100 gram şişemiz zaten hiç nasıl. 100 gram şişken beri çıkarttı odan ki. Ne olacak koyasın sen. Ötkende kalgandan var deyip de seni afşıgat. Sen son iş vatkın deyip. Bir hafta 100 gramına geldim. Ya sarmaya geldim avuldan. Bitti. Jaylap шыға берем. Bir hafta dastархан жайнатады ғой, ошо банкісің өз өз ақыл. Қазір сол әйелден 3 балам бар десе. Баяда сөйтіп көңілімізді көретін ек айтар өйтіп бүйтіп. Жоқ кездер екен ғой. Жоқ кездер ме? Мен енді үйдің ең кенжесін, ең дәмдісін маған береді ғой үйдегілер. Алдымда 3 ағам бар. Бәрі қарап отырады. Сүттің қаймағын береді ғой маған. Олар жемейді, мен қаймақты жеп отырып. Екінші ағам нанды қаймаққа лақтыр. Ой, түсіп кетті. Қаймаққа тоже тастайды да. Нан түсіп кетті деп. Қаймақтың нанынан. Ана бойдақ кезде өз Ерлан деген жігіт екеуміз общагидада тұрамыз ғой. Қарны аш оған осы. Бірінші содан үйрендім мен негізі. Қыздардың қасына барып жылпиып тамақ жеуді содан үйрендім. Сонымен кеттік ана пәленшеге барайық деп. Бөлмесіне барып, ол кроватында жатыр екен. Қайсы анамына әңгіме айтып, анау Ерлан отыр, домбырамен өлең айтып берді ана қызға. Ана қыз қимылдамайды жатыр. Мен бір уақытта айтты, болмады енді. Айгүл, шайма бірдеңің жоқ па деді. Ерлан,
не қылды қан ашып кетті зайбаған оны бүйтіп жатсаңдаршы қойып қалады қанды ашқандар сонымен қайтайық қой деді бұл аш жатыр екен ғой дедік қой баяғыда біздің сондай квн-нің жетекшіміз алып барып кешке дейін ұйықтаңдар тамақ аз жейсіңдер дейді қарның ашса ұйықтайын деп алмайсың ғой біздің шымкент жауда алып жүрген продюсерлердің бәрі біз театрымызды сол үшін жақсы көреді ғой бізде завтрак деген вообще жоқ қой бәрі обедті ішеді обед сол ужинді бірақ ішеді соған қуанады ғой бізде ана ұйымдастырады расход аз ма расход аз деп первый второй деген тамақ маған арман еді ғой әртістер деген бай деп ойлайтынмын ғой первый второй ішін жар деп сондайға қызығып армандағанмын ғой бекең бір күні бауыржан шоуға барып келді ғой бұны күте сап қалай олар первый второй жей ма деп сұрақтар сондай да бір күні ол кезде музарт ұрып тұрған кезде бір тойға бардық жетісай қафашев деген кісі бар еді ғой сол кісінің тойына бардық сөйтіп и жаңағы мейрамбек сәкен ол кезде мақсат базарбаев еді и бізді нұрболат екеуміз екі қызымыз бар төртеуміз в общем жетеуміз бір үйге жатырмыз да аналар негізі аналар звезда болып отыру керек қой енді ол кезде жек қойды ғой мынау сұрақтарымен қашады мынаны көрсек қашады анау әсіресе мәкең мақсат иә сұрақпен ана айтпайды ма андай емес па ана бір әңгімеңіз бар еді ғой братан деп жүрсе мені кішкентай екен деген ғана еді сырымның үндемей айтып бергеніңіз ше мамадияр тәукеев деген әнші ғой мамадияр тәукеев өзім арманым үміт отын жол мен оны бір 75 па 74 па деп жүрген ғой аға сіз арайды ұтып алған еді ғой арайды жақсы айттыңыз о деп қызмет көрсетті ол інім деп тұрып жұмсайды бір күні алматыға барып автобуспен ішіп бара жатыр бәрі балалардың бәріміз енді қызық еді сол кезде бір гастроль десе шу ма бір сондай болып жүрген бір еліктеп жүргенімізге сондай сөйтіп мамадияр ананы жұмсайды мынаны жұмсайды алматыға барғанша жұмсады бірақта әңгіме болып қалды қай жылғысың мәке деп бүйтіп қойсам 82 інімді қойды басынан менен бір жас кішкентай ғой деп қояды мен біледім әти жұмсай берейін деп отырмын деп қойды сол анау балғынбек аға да сондай болған екен ғой балғынбек имашев деген бір жерде беташарға барса сол үйленіп жаңағы тойдың несі ма бірдеңесі сол аға деп жүріп жылын білгеннен кейін інім екенсіз ғой аға деп айтады дейді әлтен ақша беріп жүрген дәурендікін айтып берсей дәуреннің қызылордада біреу күтіп отырып дәуренмен біздің заттөбеге қатар отырып қалған да сөйтсе біреу дәке қайсыңыз үлкенсіздер деген ғой дәурен айтады зәкең 74 дейді еще ол 74-ке ұқсамайды 67-ге ұқсайды мен қайқа кеттім сонда деп дәурен аға негізі образдан мә үлкен болғаннан кейін бәрі үлкен деп ойлайды үлкен деп ойлайды соған өзі кейде намыстанып қалады андай деп қалады кейде ше негізі 80 қанша 83 қой 83 сізде кішкентай ма мен 2 жас кішкентай сөйтіп айтады сондаймын ба не деп сәл неғып қалады сөйтіп отыр екен саған әңгімені айтып сөйтіп бір күні мен ана ағайындар деген бар ғой бізде интермедиа дәурен маргарита деп дірілдеп ойнайтын и сол енді сонша ананы дірілдететіндей әйел болу керек қой анау енді оны көрсетіп сериал түсіреміз дедік те енді соны көрсету керек болды да и оған кімді ойнатамыз кімді ойланып жүрдім да мен енді қай актриса тура келеді анау до такой степени ананы дірілдетіп жіберетіндей и ол орысша сөйлеу керек еще соны деп мен гүлнар сейілбаева бар ғой квнщица гүлнар казахи астана кезеді сейілбаева иә фамилиясы мен соны ойладым да дәурен неде кетіп бара жатқанбыз жолда маршрут газельде кетіп бара жатырмыз ғой артында отқан дәурен есіме түсті сенің әйелің болып гүлнар сихынбаева ойнайды дегенмін ғой мен сейілбаева деген сихынбаева дегенмін да бірақ мен соны ойлап тұрмын да қойыңызшы бәке дейді үлкен ғой деп енді ол кісі апа дейді дәурен мысалға оны қойыңызшы енді мен шілей ондай үлкен көрмейтін шығармын дейді неге сенен жас шығар ол да деймін ғой гүлнар сихынбаева ма дейді деп сөйтті да сразу жоқ ей деп сосын барып мен түсіндім да мен жоқса болмай қойсын жүрегін ауыртамыз кейде сөйтіп бір тойда тұрса өзі ұрынады ғой бір тойда бүйтіп сағызын шайнап бүйтіп басқап тұрады бір бала көтеріп алған бір үлкен
үлкен әйел келіп сені кішкентай кезден көріп өскенбіз деді үлкен әйел бізге қарай бүйтіп жатып сонда шық одан бетер сағызын шайнап тұрып бала кезімізден көріп өскенбіз сені бала кезден көріп өскенбіз дейді. Сонда анау мені бала кезінен көріп өссе мен қайда кеттім? Мен 90-дар қатарға кеттім ғой деп. 90 уайыстармен араласқанмын ғой значит мен деп. сондай оның образын көбісі біздің мамалар да Дәурен ағаны үлкен санайды ғой. мысалға сериалда ойнайды да, Дәурен 83, анау Михон вообще 90 жыл, мынау 81, бірақ екеуінің де інісі болып ойнайды ғой. Ол екеуі мейлі ғой. Кімнің інісі болып ойнаймын ғой мен? Ерланның інісі. Ерлан менен 14 жасында. 96. Тойға бір жиындарға барып қалсақ, кішкентай балдар мына құрдас құсап ойнайды. Жыны шығып қояды бұның да өзінше. Әр жерден көрермен бар ғой. Олан екеуміз де түскенбіз ғой. Күлпаштың бір сериясында ұрылар дегенге. Біреулер Күлпаштағы балдар ғана, Күлпаштағы актер ғой дейді. КВН жайына қалды. Қанша жыл еңбек. Бір жолы анау бізде ютуберлер бар. Көп жастар бар ше, көрші. Солармен бірге бала шағамызбен YouTube каналға проект түскенбіз. Үйге қонаққа шақырып, ол 2 миллион батып кетті YouTube'та сондай бала шағаның темасы. Көп көреді екен ана жігіттерді. Семьясымен Астанаға КВН-ге барып маусым ашар деген бүкіл КВН-шіктердің жиналатын кезі ғой енді. Біз чемпион болып қойғанбыз. О, батыс жақтың бір жас команда мектепке келді. Мына көп жасар балалардың досы деп танып жатыр ғой келіп мен. КВН-шік деген жоқ. Еще өзіңнің отаныңда жүрсің КВН-де. Сөйтеді ғой. Шаншарда істедім, Алдар Аспанда істедім, өзімнің карьераммен жүріп, анада түсіп жатыр, мынада ойнап жатыр. Бірақ о, Сағираш деп айтады дейді да бәрібір ше. Соны просто көп көретінен жатталып қаламын. Қайбір жылдар күлкі жәрмен кезінде ма сіздің Нәкөнай образыңызға қатты сеніп қалған ғой. Бір бала білесіз бе, сыйлық берем, бір толық кішкентай бала, қара бала. Тауғап келген ба? Тауғап келген ғой сыйлық көр, ана зың-зың Күлпаштағы. Датово сеніп қалғанда қораз берейші деген ба, тауық бар, қораз бар. Пакетке сабап кеп Тауығы да тағы былай отырған тауықты көрген мен ана. Ашып қалсын, тауығы да қапта былай жатыр. Үш несін бүйтіп көтеріп алып шығады. Былайынан жатыр ғой. Ол бір күні соған бір сеніп қалмақшы дегенше бір күн бір заказ келді маған. Есік алды, Самарқанда отырмыз. Сосын маған заказын беріп, тойын белгілеп кетті анау. Сөйтсе үйіне барсаң ұрыс естіген ғой, бір ағасы бар екен. Оларға кезінде көп көмектескен екен де бұлардың өсіп өнуіне. Сендер не, ақылды болып қалыңдар ма? Менімен ақылдаспай той жасайтын. Бір ауыз айтпайсыңдар ма? Үлкен бір важный ағасы болған ғой енді. Қай тойхананы алыңдар десем, пәленше деген тойхананы алдық. Керек емес ол. Тойхананы ауыстырамыз, оның сервисі нашар. Ана араласқан ғой енді үйіне келіп. Бәрін араласып, ананы бітірдік, мынаны бітірдік. Любой нәрсені ақылдассаңдар мен көмек беремін, уайымдама, ақшадан уайымдамаңдар. Енді тамадаға тоқталайық деп бүйтіп отса жаңағы біз тамада тауып қойдық. Кім дейді? Анау Күлпаштағы Нәкөнайды дейді ғой. Сөйтсе анау, оны құрт дейді ғой. Сөйтсе, ол басқармай ма? Бір жерін көрдіңіз бе? Деп ана қорқып кеткен ғой әйелі. Басқармағаны болай тұрсын, ол құдалардың атын айтып қойды, ол әріптанмайды, құрт ол деп. Сөйтсе бір тупой, сол Нәкөнайдың образымен келіп сөйтіп жүргізеді деген, ол әр құдалардың атын оқу керек ол, осындай деп. Кейін тойына барсам, сол кісі күліп тұр бүйтіп, ана ағам ғой дейді, әпәжеп тұр жігіт екенсің, мен сені дұрыс түсінбеппін ғой деп. Кейін осы Таңатағада бір Таңат Мамырханов деген ағамыз осы карантин кезінде бәріміз кіріп шешен жылан жеп кеттік қой. Емделеміз. Сөйтіп бір біздің ауылда бір кіріп шешеннің сорпасын істейді. Соған келіңдер деп шақырды. Сөйтіп соның үйіне Тәкеңнің үйіне үй жағына барып қуырдақ жеп отырық. Бір шарбақта бір семья қарап тұр ғой, былай қарап. Жаңағы әйелі, бала, шағасы қырын. Сөйтсе Тәкең оған айтып қойып, Нәкөнай үйге келе жатыр деп ше. Бәрі мені көргісі келіп бүйтіп тұр. Анау Тәкеңнің де аяқ тартады-ау деймін. Келіңдер деді одан кейін. Бір жарты сағаттай тұрды күтіп. Келді, алып кетсек бола ма деді мені. Үйіне алып кеттім, ойлаппын, бір дастархан жайып, бір ет асып қойып, не қылып жатқан шығар деп. Ана үлкен кісі ғой. Жүр деп бір қорасын ашты да. Қырғын
тауықтарын көрсетіп отыр ғой маған. Ана тауықты мен мына жақтан алдым. Ана тауықтың қалай бітімі де қуат. Ал негізі Сосын мен ұялып тұрмын, анау киномен шатасып тұр ғой. Қарап тұрмын. Сосын тағы екінші қорасын ашты. Ол жерде де қырғын жаңа пародный тауықтар қырғын. Бір тауық танушы келді, бір ғылым келіп тұр ғой, бір тауықты көріп. Сосын шыдамым жетпей айттым, көке, мен ол рөл ғой. Тауық жақсы көрген, ол Нәкөнай деген рөл. өзі тауықтан қорқады. Өзім тауық жақсы көрмеймін, осындай десем. Бетіме бидек қарап. Жүр енді мына жаққа мына үндіктерге өттік қой. Мен айтып жатырғанды құйрығына қыстап тұрған жоқ мен. Сөйтті де баласына бір 5 тауығын ұстап мына багажнигіне сал дейді ғой. Мен этажда тұрамын деп. Андай сенбейді. Солай қабылдап қойған. Жаман ғой образға сеніп қалған. Анау Игра престолов деген кинода да сондай екен ғой. Жақында полный сезон көріп бітірдік. Кинода ханның рөлін ойнайтын патшаның баласы болады. Өте қатыгез, жаман аты кемет. Есімде келшем қатты біледі. Соны халық кино біткен екен, үйже ана бар, таспен ұрып ана баланы ше. Ошым 17 жылдан кейін зорға шыққан ғой. Өзі мықты актер бола, ешқандай кино қабылдамай қойған. Халық та қабылдамай қойған ана баланы. Сендіріп тастаған да. Ол енді сеніп, солай неғаны сізге тауық қылды көрсеткені. Күшті ғой бірақ. Ол енді сіздің бір жетістік, ол да бір не шығар деп ойлаймын. Қойларға да бала шағасына бола алады ғой меніңше. Заказ беріп Нәкөнай деп бала шағасы шулайды. Бірақ Нәкөнайды олар көрмеген өмірде. Мен енді кәсім шалбар бейт барып жаңағы бейт барсам бала шағасы мәз болып тұрады, бір 4 минутта махаббаттар кетеді ғой жашы. Олар анау Нәкөнайды күтеді да. Нұрболатты көргісі келеді. Шыққан соң да бір андай сөйлейтін Нәкөнайдың сөзін айтпаймын ғой мен. Сәбит ағаның жаттап алған сөздері мынау ақылды сөздер айтамын. Вообще қарамайды. Жаңа жылда бір андай өзіңізге просто сондай Нәкөнайдың образымен балаларды ойнатам. Кеше ғана айтып екен. Иә, сондай бір идея ғой просто. Утренник барсай дейді. Циркке тұрып алып сондай клоунаға Нәкөнай шығады деп сондай деп айтып жатыр. Негізі циркке болады, негізі сен бір программа нөмірмен ше. Утренниктер ал дейді да маған. Нәкөнай деген күшті ғой. Жаңалықпен де бөлісе отырайық иә, Наурыз. Иә. Біз күлпаш деп жатырық қой енді. Ол енді жаңағы телевизордан көріп, жаңағыдай махаббатын білдіріп жатады бізге. Комментарий арқылы біздің дайректке шығып жатады, жекемізге шығып жатады, әрқайсымызға жеке-жеке. Енді шынын айтқанда махаббатты сезінеміз. Өтірік емес те, мақтанғанымыз емес, халықтың көрерменнің махаббатын сезініп. Енді соншама махаббатты көріп отырып, быт дейіп отыра бергеніміз тағы болмас. Біз оларға встречный шығайық дедік халыққа да. Сөйтіп, осы декабрьдің 8-нен бастап 25-теріне дейін Қазақстанның барлық қалаларында Зузу Күлпаш отбасымен концертпен шығып жатырық. Спектакль, концерт, спектакль. Біз енді жарнама болсын. Әр елдің, өңірдің адамдары болса, билет сатып алып, сайт Тикетонда сондай шығар, Сол Тикетонда сатылады, Құдай қаласа Қазақстанның барлық қаласына барып, отбасымызбен бір амандасып қайтайық деп отырмын. Алдында көп сұрақтыңдар ма, Шымкент жолдан Афаганы деп қойма, Күлпашты көріп алғандар. Ихонганы дейді. Жаңа Дүйсенганы деп сұрап жатады. Енді Дүйсенде барады, Афада барады, өйткені бұл сол Күлпаштың персонаждары ойнайтын спектакль комедиялық. 1 сағат 20 минуттық бір күйе сондай. Әдемі екен. Мюзикл деп. Айта кетейік соны да сіздердің. Күшті, қуаныштымыз. Бізде есіп күшті болып қалды ғой. Аралап атсаңыздар ондай неме. Жаңа бағдарлама. Оның ішінде 2 ұры да бар деп қойсын. Бізде барып қаламыз болса. Заправщик те бар деп қойсын. Әр түскенігін берді. Иә, бәрі түскенбіз ғой. Живой музыка болады. Бүткіл спектакльдің саундтрек арасындағы музыкалық сопровождениенің бәрін живой орындап отырады. Өздеріңіз арасында ән айтып жіберіп, енді ол құпия болсын, бәрін айтып қоймай. Ержан айтпай ақ қойсыншы, дауыс жоқ. Жалпы негізі енді былай енді қазір сіздердің көздеріңізше айтып жатыр деп ойламаңыздар. Жалпы негізі Қазақстанда театрлар көп болғанымен өнер ұрандары ғана бар. Өйткені өнер ұрандарының бір жаңа бір бағыты бар ғой енді өзінің айтқан. Жылда қалмайтын. Кеше Қанат Әлжаппаров, Қанекең екеуміз әңгіме отырамыз да. Негізі единственный қазір юмористский театр Шымкент шоу театры болып қалған шығар деп ойлаймын. Шаншар енді бітіріп жатыр. Аяқтағанда бар, бірақ енді әйтеуір былай жүр. Ол жерде Уәкеңмен Жүкең енді Уәкеңмен Жүкең қатты атсалысып жатқан жоқ. Енді түсінуге болады. Жас бар. Бірақ единственный, который бір юморы бар, андай бір
баяғы театрда косякты алып қалған негізі сіздер шығарсыздар деп ой ойлаймын. шын айтып жатсыңдар ма? Жоқ, шынымен. енді бірақ Неғып отырмыз Нұрболат жерде? жоқ, ненің өзінің заманы ғой. Мысалы Шаншардағы ағаларға да үлкен ешқандай өкпе жоқ. Өйткені қанша жыл ұстады олар халықты. Бауыржан шоуымызда мысалы 15 жыл ма 10 жыл халықты бермей тұрды. Әрқайсының өзінің заманы может. Жоқ, мына ғой. Негізі сіздер театр болғанда да стратегиямен жүруіміз керек қой. Қазір сондай болып қалды. План, жоспар, заманауи ма? стратегия. Бізде стратегия бар өзіміздің театрда. Не үшін бізде осы күнге шейін жаңа сенің әңгімеңді айтқанда айтып біраз балдар айтады, ой, осы күнге шейін бір түс түгел халықтың алдында көзімізге түгел ажырамай жүрген сіздер ғанасыздар театрдың ішінде әйтеуір бәріңіз жүрсіздер түгел деп сөйтіп атады. Не болмаса жаңағы сен айтқан әңгімені айтып атады. Ойбай қазір ондай просто бұл жерде мынау ғой, бұрыннан айтатын балдар дәуренде Нұрболаттар не алдар аспандар ұқсап жылына бір 2-3 концерт қояйықшы, үйтейікші бүйтейікші дейтін де мен айтатын, мен Ялланың ұстанымын ұстанатын. Ялла группасын байқайсыздар ма? Әшейін жылына или 2 жылда бір ғана хит ән жазып қояды да болды ол вечно тұра береді ол. Сосын жоқ болып кетеді. Басқа шығармашылықтармен айналысады, но тағы да бір сочный бірдеңені істеп қояды 1-2 жылда. Тойдырмай. Осы күнге қанша поколениені ұстап келеді, олар 80-ші жылдан бері ойлашы, 90-ші жылды ұстады. 50 жыл өтті. 90-ші жылдар, 90-ші жылдар бәрі Чинури шықты да тағы ұстап алды. Тағы 2000 келді Абдулланы шығартты, тағы ұстап алды. 2010, 2015, 20, міне 25 әлі ұстап келеді реалма. Сөйтіп сөйтіп келеді, қазір енді сол Калияға барлық театр түсті. Жылына бір концерт, типа халықтың алдында отчетный концерт сияқты. Жылына бір концерт. Бәрібір ол әншілерге қарағанда әзіл-сықақ театрларға да әзіл-сықақ театрларға қиын, өйткені әншілер енді бір әнді 20 жыл 10 жыл айту айта береді ғой, әзіл-сықақтарға қиын болды. Қожасы Ержан деген кәдімгідей қартайтады, анан қасына әңгіме жолайсың, жынданасың онаған. Өткенде бір әңгімесін қасыма отырды. Қасында күйпісіп жүретін. Ержан, сен неғып, өзім де өкініп қалдым, бекер сұрақ қойдым мынаған. Ержан, неғып сен Ташкенттен шықпайсың дедім да? Постоянно сен историяңды көрсем де, инстаграмын көрсең де, Ташкентте жүресің. Туысқандарың тұра ма дедім да мен? Жоқ, ешкім жоқ деді. Сосын, онда неғып бара берсін дедім да? Нағашыларым, туған әпкем сияқты ғой дейді. Не жауабы оны? Мен сұрадым одан. Не үшін бара бересің? Туысқандарың бар ма дедім. Жоқ деді. Ешкім жоқ деді. Онда неғып бара бересің десем, нағашыларым, әпкем сияқты ғой дейді. Сен қазір ғана туысқандарым жоқ дедің ғой десем. Мен ағайындар екен деп ойлап қалдым. Ана тойдағын айтып берсін, келісіп алғандар. Тойда өткенде тойды басқара қойық деді, сонымен онымен жақында ма? Жақында. Дәурен екеуі көп басқарып жүр ғой, енді пісіп Дәуренмен үйренген шығар дедім. Сол екеуміз бір тойды басқарып қойдық. Мен Дәуренге сеніп қалдым, мен Дәуреннің шәкірті ғой деп. Сөйтіп қалай басқарамыз, ақылдасып алайық деп едім. Нұреке, той иелері шыққан кезде сіз бүйтіп айтыңызшы деді. Не деп айтайын? Ана той иенің келіншегін көрді, не деген жап-жас, сол жап-жас екенін көріп, мен бұл тойды қыз ұзату той екен деп маған пас беріңізші дейді. Сен айтасың дедім. Мен күйеуін көремін да, Нұреке оны айтпаған былай тұрсын, мына күйеуі сол ұзатып жатқан қызды алып кететін күйеу жеттің інісі ма деп қалам, сол кезде халық күледі деді. Өзі алдын ала айтып қойды бәрін. Күлетін жерін. Болды, әперейін дедім. Той иелері ортаға келді. 50 жас па деді? 50 жас қой. Ортаға келді. Келгеннен кейін жаңағы той иелеріне қарап, о, қандай жап-жас. Мына жеңгемді көріп, бағана осылай көріп, қыз ұзатуды тойды ойлап қаптым. Датовы не деген жап-жас деп сайрамға қарсы қасымда жоқ қой. Енді жауабын айту керек қой, голын салу керек қой. Қарасам, аппаратта микрофон туралап жүр оны. Сосын ол келем дегенше біраз уақыт сосын сасқанынан жаттап алған сөздер ұрамға 50 жасқа арналған. Арқалап елдің жүрген 50 жасқа келдің бүгін деп соның бәрін бітіріп басам. Нұреке, оны айтасыз. Мен күйеуін көріп деп. Орта тақпақтар бар. Халық несіне шығып кеткен не айтылған. Тақпақ. Оның бірдесін күйеуін көріп, сол ұзатылып жатқан қыздың алып кететін күйеу жігіттің інісі ма деп қалдым да қойды. Бәле құрып кетер. Халық несіне шығып кетті ғой. Сосын енді не істейміз енді? Ойын берейік деді. Қандай ойын ойнатасың? Мен өзім Дәурен екеуміз істеп жүрген ойын ойнатамын. Онда сен соны ойнат та, мен де 4-5 подарка берейін, сенің артынан шығып, угадай мелодия бар кәдімгі әуен тап. Соны жүргізіп жіберейін дедім.
мақұлдап өзі жаңағы әуренің ойындарын өткізіп жүр өзі ортада бүйтіп ары бері жүріп болды да өзі бітеді ау деген кезде мен шығуым керек қой енді мен бір мынандай подаркамды аламын да мына сыйлық мен енді әуен тапты деп жалғастырып кетуім керек сөйтіп подаркамды алып анаған жақындап келе жатсам тастап кетіңіз деді да подарканы мен ойлаппын неожиданно бір тос шығып қалдым ана жерге ойым бітті өзгеріс болып қалмадым да ананы апарып сахнаға қойдым ананы подарканы сөйтіп қасына барсам қалған ойында Нұрекең жүргізеді деді ғой онда не үшін подарканы тастатты дейді мен соны алып келе жатқанмын ғой қартайтады анау тойдан кейін ертеңіне Сарыағашқа концертке кетіп бара жатырмын көп пісіп айтады ғой отыр ержан бүйтіп Берік ағамен неде сол Жайдарманда ғой финалында 2016-да бірінші рет ойбай Берік ағаға барып жұлдызды ойыншыға күлпаш болып шыққан кезде ең қатты айырған дамаш болды сол халатты сол кезде жырттық па или иә финалда да қайттан келіп шықтық әлі айтылады сол халатты жыртып тастап еді ғой неғып киді деп сол кезде сіз білмейсіз ғой оны да біз біледі бөлек көкемен әперіп қойғанбыз мен айтайын да енді сөйтіп Берік аға бір пәтер әперіп қойғанбыз сол жақта жатыр ойын алдында дайындалмағанбыз 1 сағат алдын келдік кішкене сценарий бар направление осындай ғой енді былай қыламыз телефонмен сөйлеп дайындалдық ойнадық баламыз ғой енді бізде қатты күшті болды домашкада сөйтеді да үшінші орын алдық да сол бізбен телефонда өліп қалған біз дегеніміз кетіп қалғанбыз ғой банкетке кетіп қалған бұл кісі өзі гримеркада қалған халатты жыртқан карьера жыртылды ана жерде біз кетіп қалғанбыз сөйткенде бұл кісі жаңағы казмедиядан шыққанда квартираға барған өзі кілтіне кірген біз банкетке кетіп қалғанбыз бәріне банкет болып жатыр бірақ сол жұлдыздарға бәрі келген бәрі жүр бірақ біз ұмытып кеткенбіз сөйтіп наурыздың телефонына Берік аға жазып жіберген ғой жоқ звондаған ғой біз билеп жүрміз ғой алмағанбыз 5-6 звонок келсем сообщение тұр ғой жоқ мен әлі ашқан жоқпын Берік аға деген мен жоқ дегенді көріп әлі сол кезде бар есіме түседі ғой ашып қалсам біраз әңгіме ғой наурыз анау судан өтіп бара жатқан ежек сендердікі ма банкет тастап квартираға кіргізді нұрымға айтамын ей нұрым деп қалды қарасай сразу барғансың Берік аға бармаймын дейді банкетке уже іште бір әңгімелесіп сондай қызық болған одан кейін енді 2018 қара сол есімде жүрген менде короткий память жоқ сол әңгімені біз әлі айтамыз ғой біреу жақсы ана судан өтіп кеткен ежек сенікі ма деп 2018-де қайтып Берік аға келіп чемпион болдық сол бермесе болмайтын болды олар қоймайды ау деді күшті кезде ол кезде мамыр екеуміз барды иә мәке екеуміз бірінші ойнаған кезінде айтқаны ғой сахнаның артына шығып енді мықты болды ғой біздің домашка шынымен де сендердің жайдармандардың көрермендерің рахат екен ғой бүйтсең күле береді ғой қолың бүйтсең күле береді ғой сол кезде мен по-моему бірінші рет шықтым жайдарманға негізі сендермен бірінші бірақ сол кездегі овация ше шығып қалған кездегі ше халықтың жайдарманды көрермені біздің зрительдерде болады да бірақ олар спокойнее ғой шапалақ спокойнее ана жерде бешеный да ана не айтарыңды білмей қалады екенсің ана жерде шыққанның өзінде әшейін халатпен шыққан өзінде халық уже деп кетті ғой ары қарай не айтарын білмей қалған сол қай жылдар мысалы қанша жыл 16 дейді ғой 16-да бірінші рет шыққан 9 жыл болды 9 жыл 18-де қазірдің өзі кездесіп қалады концертте халат жыртып тастаған еді ол неғып деп комментарий ол значит сендердікін енді көріп отырғандар жазады да жоқ есінде қалғандар басқа ештеңе көрмеген да уже или телевизор өшіп қалған одан сол уақытта Инстаграм дейтін қатты дамып жатқан кез қатты кетті ол андай популярность ше әлі айтылып жатыр ғой әлі сол ол қатты кетті жыртқан одан кейін миллионмен де бардың по-моему бір рет бардың жартылай финалдарын ойнап едіңіз 2019-да бардыңыз миллионмен мен барған командалар звезда болып кетіп жатыр жаман болып жатыр бәріміз енді ауылдың тәрбиесін көргенбіз ғой мысалы мыналар городской болғанмен ұландар бәрібір әкесі ауылдікі да бәрібір сол ауылдың тәрбиесін берген болған содан кейін анау өзіміз риза боламыз өздеріңе қарап шымкенттің жігіттеріне қарап жүрген жерде ассалаумағалейкум деп жүгіріп келіп риза болғасын әйтеуір өзіңе деп біз анау үлкейіп қалыппыз ғой деп сол шымкент дегеннен шығып жатыр ғой осы бағдарламаны бастағаннан бастап қанша сыртта жүрген ағаларымыз бар ғой біразына шықтық
келесіздер ма қорқады көбісі келуге, жаңағыдай әңгіме жоқ қой деп. Осы Шымкенттің адамдары негізінде көбінесе осы Шымкенттік ағаларымыз осы бағдарламаны көтеріп жатқанда өздеріңіз сияқты келіп. Мен де Наурызға айтқам таңғалып, сендер адастыңдар ғой. Мен шақырған кезде айтамын да адастыңдар ғой сол деймін. Мен негізі әңгімен адам емеспін. Мен де солмын. Жоқ, біздің Дәурен өлтіреді енді. Ол біз Дәурен біз оқиған істеу екеуміз істеп жүрсек, ол соны жеткізіп береді. Аранжировка жасайды, краска қосады. Анау баяғыда Дәурен әңгімені жақсы жеткізеді ғой. Батырларды, хандардың несін, тарихын жазып жүретіндер болады ғой. Сондай ғой Дәурен. Анау бір Нұрболат ата несі бар еді ғой, Дәурен аға айтып берді ме, Ерлан айтып берді деймін, по-моему. Соны өзің айтсаң айтып берші, той айтып есіне түсіреді, тойға барғаныңыз. Батыша костюм шалбар болып кеткен ба, қандай? Жоқ. Қызылордаға ма? Білмеймін. Костюм шалбардан бұрын менде сол тойдағы көп қызықтың бәрі жолығатын. Мен бір жаңадан үйленіп аштан қалған кезім болды. Сол кезде мен бір аппаратура сатып алдым. Сол аппаратураны көтеріп апарамын, ансамбльді қойып берем. 5000 теңге музыка, өзім 10000 теңге келсем, 10000 теңге келсіп, 5000 теңгесін музыкантқа берем, 3000 теңгесін таксиге берем, 2000 теңгесін үйге алып қайтамын. Сөйтіп жүргенім. Сол кезде бір Ағмарал деген осы театрдағы әпшеміз бар еді ғой, сол тойлар ұйымдастырып жүретін. Соның сөйлегені ұнамай қалды да, не істеп жүрсің деді. Аппарат көтеріп жүрмін деп айтуға ұялдым да, тамадамын дедім. Асабалық істеп жүрмін, аппаратым бүгін бос болып отыр, соны әкелемін дедім. Деп қалды. Сосын үйге кетіп қалдым. Бірақ тамадалық сөздер жаттап жүргем. Тойға вообще шықпағанмын. Дайындалып жүрген. Менің планым ауылым Дихангүлдің тойларын алып, сол жақтан үйреніп кеп Ленгерге өтем. Ленгерден кейін мына біздің коммунизмдердің тойханасын басқарып барып, қаланы жаулап ортаға кірем деген жоспар болды. Стратегиясы мықты да. Планмен ғой. Бірақ костюм шалбарды алып қойғам үйге. Бәрін өлтіріп дайындап қойғам. Күніге айнаның алдында өзімдік мықты тамадалап елестетіп бүйтіп жүрген кезде, сөйтіп жаңа Ағмарал әпше звондады бір күннен кейін. Нұрболат, қалайсың? Менің апайым бар еді, соның тойын басқарып берсең қалай болады? Деді. Сосын мен енді кеше мақтанып қойғам тамадамын деп. Аппарат көтеріп жүргеннің ізәлікпен айтып қойғам ғой. Намыстанып сөйтіп. Ағмарал, мен той басқармаймын ғой деп жатырмын, келіншегімді ашып отыр ғой. Ала берсей деді маған. Соның көңілін қойма. Қанша береді екен деп қоймаса салған. Сөйтті де өзім келістіремін, 15 000 бола ма деді. Болды, 15 000-ға жоқ. 15 000 деген менің 7 күндік табысыңыз. 2 минуттан есептесең. Сосын қуанып кеттім. Болды деп көшіп шығайын деп келістім де жаңа. Сөйтіп жүріп отырғанда бір жаңағы той иесі звондады, әйел. Ана кісінің апайы. Нұрболат, айналайын, сен үй жаққа келіп кете аласың ба деді. Сені Ағмарал мақтап жатыр деді. Барайын дедім. Қаншада 1-2 сағатта жолығайық деді. Мақұл деп. Ал, келіншегіме ақша да түседі ғой енді Құдай қаласа. Жаңа костюм шалбар киіп, күн ыстық шілде күні. Шашым, прическам, кездесуге киініп барады. Мен енді өмірімде той иесімен кездесіп көрмегенмін ғой. Сонымен жаңа киініп такси ұстап алдым. Таксимен күн ыстықта жаңағы отырар деген микрорайон бар ғой қазір бізде. Соған бардым. Сөйтсем такси өзі жолдан түсіріп кететін еді ғой бір. Осы жер отырар деген соң осы жерден түсіп қалдым. Келдің ба? Келдім. Қаяқтасыз деп бір трансформаторлардың арасына өтіп, мына домдардың артынан. Бәрі уже аяқ киім шаң болып кеткен ана жерде ше. Кел, бүйтіп қарап. Бір көшеде тұр, о жақта бір әйел тұр. Бері деп маған жаңағыдай телефонмен бері жүр деп жатыр. Болды, көрдім деп бүйтіп барып, ана үйін қарсам. 3 этажды үй ғой. Мен планым Дихангүлдің тойын басқару керек қой, бірінші тойым. 3 этаж. Ана желім шығып кетті ана жерде ше. Шаштарым бүйтіп жатты ана көрді. Сөйтіп, не істеймін, қайтып қашырсам болады, қашырамын деп өзім уже. Қашырам ба? Ақшасы құрсын деп тұрмын ана үйін көріп анау. Сөйтіп кіріп келе жатырмын. Кір деп әйелі бүйтіп жатыр еді. Залтамнан дауыс шықты. Немене беле? Сонша адасатындай Москвада жүрма деп. Одан бетер желім шықты. Ана күйеуінің зілді дауыс шықты. Сонша адасатындай Москвада жүрма деп. Зал тамына кірсек, бір қонақ күтілген дастархан, желінген бастар тұр, жаңағы жиналмағанда. Бір мұрты бар бір кісі бетеп, алдында пара бар. Деп амандасып отыр деді. Отырып ем. Анда не айтамын мен бұған?
мынаның қазір тойын алып қойса бұны точно атып тастайтын сияқты да анау ешкім тойын басқармаған ғой бүйтіп отыр едім есімің кім деді Нұрболат аға дедім Нұрболат біз мынанша тамаданың арасынан саған тоқталып жатырық деді анау қарап қалсам қырғын тамада қаладағы мен деген тамадалар тұр Абылай Набаев Арман Трактор сен папаңда тұр жерде Амыр қырғын солардың Ақмарал сен мақтады сенімен сөйлесіп көрейік деп мен қасыма птичка ұрылып тұр сосын орнынан тұршы деп мен ойлап кәмпиттің үстіне ма бір нәрсе отырып қалдым бір керек қағаздың үстіне ма деп бүйтіп орнынан тұрып едім сөйтіп ұзын отыра бер деді қайтадан сосын түсінбедім да мен түсінбедім той көріп жатыр ғой сөйтсем бүйтіп қалып товарный видің жақсы екен деді тағы птичка қойылды ана қасына маған бір птичка тұр еді ғой жаңа екінші птичка қойып товарный видің жақсы екен деді айналшы десем действительно сөйтіп айтты өзім ыңғайсызданып қалып әйеліне бүйтіп қарап қоямын ағаңа қарны барлар ұнамайды деді анау ше менің қарнымды тексеріп жатыр екен мамыр ағалар кеткен екен Абылай Арман құрғандар қарындары бар ғой бұл кезде жаңағы қазіргідей мынандай фитнес бармайтын еді ғой ешкім сосын мына тойдың бір белеп қашыру керек бар ойым сол стаж сұраса бірінші той десем қазір алдындағы баспен ұратын сияқты мені неғып жүрсің деп екінші той десем қатын мылтықты әкел десе ол жағы өзім елестетіп алып қорқып отырмын ана жерде бірақ қашыру керек үшінші той деп айта салайын сонда бізге керек емес десе шығып кете саламын деп тұрамын сол сұрақты қойдық анау нешінші той стаж қанша деді действительно стаж қанша деді как будто менің ойымды оқып жүріп отырған сияқты стаж қанша деді аға сіздің тойыңыз деп үшінші той деп те таяқ жеп қаламын ба деп ше сіздің тойыңыз шынын айтайын төртінші той дедім ғой бірақ той қостыңыз ба бірақ той қостым сонда да онда керек емес әлі енді бастаған тамада екенсің ғой деген сөз ғой маған стажы қанша сіздің тойыңыз осымен төртінші той деп айтып едім молодец тем более ешкім көрмеген тамада тағы бір птичка кетті ғой ана жерде қасыма бір қасым птичкаларым көбейіп кетті ана қасым сосын қыз ұзату осындай деп әйел екеуі кірісті маған түсіндіріп енді не дейді орманға шешінген не дейді судан тайынбас деп отырмын сосын алдыма 15 мың тастады анау қалғанын тойдан кейін аласың деді ғой қалғаны бар екен сөйтсек сонда мынау не болып отыр деймін да мен өзім 15-ке басқаратын адам ол 15 мың берді еще тойдан кейін қанша береді бұл шықтым да Ақмаралға звондадым Ақмаралға звондаған жоқпын Дәуренге звондадым біздегі Дәурен сен той басқарып жүрсің ғой ана кісі маған қазір 15 мың берді әлі тойдан кейін аласың деп айтты тойда қанша беретінін білмеймін сол ақшаның бәрін сен ал мен ертең тойыма келіп отыршы мен бастап бүйтіп қиналып жатсам сен шығасың шығып кетесің сонда ана көке маған ұрыспайды дедім болды досым уайымдама деді Дәурен бірақ Дәуреннің бір тірліктеріне сенбеймін да медеуге звондадым ғой мәке осы күні боссыз ба екеуін де неге қойып қойдым да сұрақ қойып қойдым қорқыныш қой енді бірінші той мәке осыны боссыз ба десем болды қасыңа барамын уайымдама деді ал одан кейін 15 мыңды рахаттанып жұмсадық неге келіншегім екеуміз сөйтіп не керек сол санап жүрмін мынанша күн қалды мынанша күн бірақ тойым бар ғой сол мынанша күн қалды мынанша күн қалды сөйтіп сол Нұрай деген тойхана Темірланскің бойында соған бардым жаңағы көкем дастархандарды бүйтіп басында жүр екен бүйтіп тұрдым келдің ба деп сосын официанттар қырып жатыр анау мінезі бір характерный кісі екен анау сосын мынаның тойын аман есен басқарып алайын деп Дәуренге звондадым телефон недоступен сосын дедім да енді страховкам бар ғой менің сөйтіп медеуге звондадым медеуде өшіп тұр ғой телефон ал су тері кетіп отыр еді сөйтіп Ақмаралға звондадым Ақмарал мына жақта сенің сценарийің бола ма сен айтып едің ғой қыз ұзату тойды алып шығатын десем қойшы мен басқа той алып қойдым миымды ашып жіберді деп қояды өзі ше қойып қалды не сценарий жоқ не ештеңе жоқ сосын музыкант екеуміз отырып менің көзімше әйелін ана кісі бір-екі рет боқтап жіберді как будто мені боқтап жатырғандай қазір тойдың бір нәрсесі болсын ол сенің кесірің дегендей қылып жаңа Ақмаралға бола жаңа әйелін ұрсып жатыр да вообще су тер кетті ана жерде не болады деп той басталды не керек той басталып деп тұтып қаламын жаңа осы әңгіме айтқанда осыны деп терлеп басқарып жаңа қыз бен баланы шығарып отырғызып той аштырып одан кейін екінші сөз нағашылар береді ғой нағашылардан кейін ана сөзді айтамын деп тұрмын қазір қайсы сөйлеп біткеннен кейін
біздің Сәбит ағаның сөзі бар. Араны суытқан жаман, сөзге құныққан жаман, тойға келіп тұрып тойана беріп ұмытқан жаман. Ұмытпай тұрып тойаналарыңызды беріп қойыңыздар деген сөз ғой. Соны айтамын деп тұрамын. Нағашылар қосыламыз ба, болды ма? Араны суытқан жаман, сөзге құныққан жаман, тойға келіп тұрып тойананы беріп ұмытқан жаман дебім. Той иесі бүйтіп қарады ғана мұртпенше, мен сенен ақша сұрап тұрмын ба дегенде қылып көз қараспен. Бәрі бар, тойана беріп отырған бүйтіп бәрін алып маған келе жатыр ғой. Қазір құры деп айтама деп бүйтіп тырысып тұрамын. Молодец. Молодец деді ғой, болды ғана. Сөйтсем ол ақша берген ұнап қалған да ақша жеп бергендей болған. Молодец. Бір десем босап кеттім. Босап кеткеннен кейін ана тойны спокойно же еркіндік болған соң спокойно басқарып бітірдім, бірақ той білмеймін қандай болғанын әлі. Қазіргі деңгейіме айта қоймын сізді. Быт-шыттау болды, бірақ мен үшін ол күшті той болды. Шыға салсам ана екеуі ұмытты, қаяқтасын деп сөйтсем, мына қарама-қарсы кафеде пиво ішіп отыр екен екеуі. Таяқ жесе деп көрсін өзі. Бастасын, қазір біз барсақ бізге сенеді, ол басқармайды деп, ол екеуі. Тамада боламайды деді. Көмегі сол екен. Сосын той қалай болды дейді. Сосын енді той нашар деп айтпайсың ғой. Жібересің, мықты өлтірдім тойды. Өзімді күшті тамада деп ойламаппын деп анаған пивоны ішіп мақтанып отырмын ғой. Ана тағы 20 мың беріп жүрген. Қосымша. Дастархан менен деп отырмын. Медеу айтты ғой. Нұрболат, ақыры саған сенем, өйткені сен берілген нәрсені орындадың ғой. Менің бөлем үйленіп жатыр. Соның тойын жүргізіп берші деді. Ақша бермейді, бірақ стаж ғой өзіңе деді. Болды, разговор жоқ деп. Медеудің тойын алып аламын ғой, екінші тойым тегін. Мен бәрін жаттап кеп, торттың сөзін ұмыттым ғой. Торттың сөзін жаттамаған екен мен. Нағашының сөзін жаттағам, ананың сөзін жаттағам, ананың сөзін. Торт келетін жер. Торт беретін нәрсені жаттамағам. Сөйтіп Медеудің тойында тұрмын. Торт беретін келеді ғой, тортты алып келеді. Бүйтіп айтқам ғой. Құрметті Серік, әйелің аузыңа бер деп ше. Ол кезде мысалы сол кезде мен дәм беру керек. Дәм үстін деген нәрсені мен өзім ойыммен әшейін келіннің аузына бер. Келін енді Серіктің аузына бер. Енді махаббатымыз мәңгілік болсын деп бір-бірлеріңнің ауыздарына беріңдер. Bir-бірлеріңнің ауыздарына беріңдер. Бүйтіп тұрмын ғой енді. Сөйтсем мына жақта әншілер құлап жатыр. Мен ойлаппын ана Шымкентше болған соң бір күлдіріп тұрмын деп ойладым. Ана или көздері үйренбей тұр ма мен тамадалыма деп сондай мен сөйтіп тұрмын да. Фотограф келді. Аға мына тортты бірден берсінші деді да. Түсіріп алайын. Шетінен түсіріп алайын деді. Келін сіз бірінші беріңіз, сіз Серік, сен келіннің артынан бер деп қойдым. Сөйтсем ана Серік деген қызарып кеткен маған қарап бүйтіп қарайды. Сөйтсем ана тегін келіп тұрған соң ештеңе дей алмай тұр ғой. Сонымен ана тойды вообще жаман нәрсе қылып жібергем ғой. Аузына бер, артынан бер, осысына бер. Сөйтіп 10 жылдан кейін сол той иесі кездесті ғой, мен білмеймін. Бір тойда тұрсам, қалайсың, таныдың ба дейді. Бетіне қарап тұр. Түріңіз таныс, бірақ танымай тұрмын десем. Біздің тойдың бәрін секс қылып кеткен. Сол тойлардан әлі ұялам ол кезде дәм ұсыну керек, мынандай деп айту керек қой. Анау қандай еді? Біздің Дәурен аға екеуміз бір сериал бір жазып өткенде басына тыққан едік. Біздің бәленше қыз емес, қырдың гүлі деген сөйлешіп қалатын ше, кімнің байқасынан басына өткен оқиға? Ол да сіздікінен ба? Жоқ, Дәурен аға. Нұржан аға деймін. Жоқ, Дәурен аға. Тукау деймін. Нұржан аға. Бір тойға барып, сондай сөзін жаттаған ғой. Біздің Гүлжан қыз емес, қырдың гүлі деп айтылады. Интермедиаға да шығарды ғой, өздерінің интермедиасына. Тура сөйтіп, анау біздің Гүлжан қыз емес деген кезде сөйлешіп қалған ғой. Ары қарай Миграуыз сөйтсе, қырдың гүлі деп айтты. Өзі артында ақтаймайды. Біздің Гүлжан қыз емес деп сөйлешіп қалды. Қырдың гүлі деп отыр. Айтшы таяқ жейді өледі ғой. Арман Шыныбек деген ол кезде уже біраз болып қалған тамада. Жоқ, сол 5-6 тойлар. 5-6 тойлар сол Арман Шыныбектің ағамның қызын ұзатып бер деді. В общем, бұл ана тойды бастап атқан кезде бәрі тегін пайдаланып атқан кез ғой. Бәрі ақ көңіліміз, енді стаж керек. Сөйтіп қыз ұзатып екен, ағасы қыз ұзатып жатыр. Сосын қызды шақырдым да жаңа басына. Енді әдемелеп бастадым ешқандай еркінсіп бәрін бастап едім.
сөйтіп күйеу баланы шақырамын ғой, осында пәленше күйеу келе жатыр, күйеу дара, күйеу пана, бұл жерге күйеу сәлем қайда күйеу бала деп сондай сөздерді айтып, Біреу ғана деген біреу ғана деп соның бәрін жаттап алған сөздердің бәрін айтып тұрамын. И мына столға көзім түсіп кетеді ғой. Сөйтсем мен Арман Шыныбековтың ағаларының бәрі тамада екенін білмейді екенмін. Сол Арманның ағалары екенін білмейді екенмін. Мен Төле биде соларды көріп өскенмін. Қай тойға барайын, сол Арманның ағалары басқаратын тойды. Бір стол тамадалар отыр ғой. Күйеу дара, күйеу пана дедім, аналарға қатып қалдым ғой, бүйтіп тұрдым. Мыналар деп уже мысым басып қалды да. Бүкіл тамадалар отыр. Сондай боласың ғой өзі. Қатып қалдым, тағы бүйтіп бұларға қарап, күйеу бала қараймын, тағы аналарға қараймын, тағы анау. Қатып қалыпшы. О, жаңа күйеу балаға айтатын сөз ұмытып қалдым. Ұмытып тұрмын, бүйтіп сасқанымнан бүйтіп тұрмын ғой. Пауза. Бір 30 секундтай болып қалды ау, өтірік емес. Халық шапалақ ұрды, ұмытып қалғанын білді ғой бір-бірінше. Халық шапалақ ұрып еді. Сасқанымнан жыладым ғана, мен шығып кету керек қой. Кешіріңіздер. Күйеу балаңыз мен қайтыс болған інімнен аумайды екен деп. Інімнен аумайды екен. Басқа амал жоқ қой, сасқанымнан жылай салдым ғой. Как будто бір сол жерде інің тіріліп келгендей. Онда мен үйдің кенжесімін ғой, онда інім де жоқ қой. ұмытып қалдым десе тамада емессіз ғой уже. Ұмытып қалдым десең де өзіңе позор, сасқанына қайтыс болған інімнен аумайды екен деп Арманға қараймын ғой, басқа мен танысым сол-ақ қой. Арман тура сол кезде салат жеп жатыр еді. Деп далаға. Салаттары ұшып қашты ғой ана жерде. Басқа сөз айтпайсың ба дейді. Сіз де айтпайсыз ба, тамадалар ағам, ағаларыңыздың бәрі тамада екен, мен соларды көріп қатып қалдым деп. Сол дискісін алып, көре тура сол жерден. Үлгерсек осы жерге қосып жіберейік бір несін. Сол жылағаным бар. Анау сондай жаңағы тамадаларды көрсе, мысы негізі жаман ғой негізі бұл. Творчествоның бір стол ғой олар. Иә, сол Қызылордада, оны айттық негізінде. Қызылордада бір жігіт осы өнерде жүрген адамдардың тойын басқарам деп дайындалған ғой енді. Мен соның тойы оған мықты адамдар келеді деп. Сөйтіп аталы сөздермен бастап келе жатып. Ана сөз бар ғой енді. Алтын шыққан жерде белден қаз деген сөзді айтам деп. Алтын шыққан жерде тізеден қаз деген ғой. Сөйтсе Шынберген аға отырып. Ей, тағы бір күрек алып жіберді деп. Тағы бір күрек алып жіберді. Сол сияқты қиын негізі ондай бір таныстар отырған жер ше. Мынандай болған бір марқұм енді Марат Оразымбетов ағамыз бар ғой. Театрдағы да? Марқұм болып кетті былтыр. Иә. Бір тойда басқарып жатыр едім, сол Марат ағаны бірінші рет көрген кезім ғой. Сөйтіп келді, мен бір ән айтып кетейін деп едім деді. Енді оның кісіні сыртынан танимыз. Ол осыны айтып, қашан айтасыз әніңізді дедім, қазір осыдан кейін жіберіп жіберсе деді. Мақұл деп ортаға шығып хабарлаймын ғой, Алла тағала бұл тойға несіп берді, балаларды аңсаймыз ғой, бесіктегі деп, мен кім бәрі шумақтар ғой, жаттап алғандар. Айтып тұрсам, құдалардың столында, жаңа құдалардың столында бізде Асқар Шаңбасов деген курортты ұйымдастыратын бір кісі болатын тұғын, бойы ұзын, шашы битіп қалған. Сол отыр екен. Сол отыр да, типажда. Мына тойға не қатысы бар деп. Бірақ аузым анан хабарлап жатыр. Жаңа шумақтарды оқып жатыр. Бірақ ойым мынау тойға не не қатысы бар деп ойлап тұрдым да. Қарсы алыңыздар деген жеріне қапты аузым ше. Бір есім жейсің. Бір есім жейсем. Қарсы алыңыздар дедім. Ой, көзім бар анада. Асқар Оразымбетов деп шығарып жіберем ғой. Ол Марат аға ғой. Мен оны Асқар Оразымбетов деп шығарып жіберем. Асқар енді сразу өлеңі басылып ортаға кетті. Ән айтып біткеннен кейін кешірім сұрадым ғой. Марат аға, мен атеист деген жоқпын. Аузымнан өзін-өзі Асқар деп шығып кетті. Ана жақта бір Асқар деген танысым отырады. Сол ма деп соны ойлап тұрып, сізді Асқар деп жіберіппін дедім. Өзімде тамадам деді анау. Өзімде талай шатасам, ондай ештеңе жоқ деді. Енді кінәлім ғой. Екінші уақытында мына тостан кейін беріп жібересің ба деді. Енді кінәлі болған соң беріп жіберейін дедім. Сөйтіп тұрған кезде Мақсат Айтжан әнші келеді ғой. Сол әнші мен жібере салатын. Енді Мақсат жаңадан бірінші келген соң соны жіберейін деп Мақсатты ортаға өлеңге жіберген. Мақсат өлең ва деп өлең айтып отырған. Сөйтті да одан кейін мен жаңа кінәлі бойынша Маратты қайтадан ортаға екінші вақытына жіберуім керек. Тұрған кезде неожиданно өшіп бітеді ғой. Әні сөйтіп бітіп қалады екен. Дөкет бір соңы улармен ше. Дөкет бітіп қалады екен. Уже үлгеру керек қой менен хабарлап. Бітіп қалды, сасқанмын. Қарсы алыңыздар,
Мақсат Оразымбетов деп ортаға шығарып жіберсем, қайтпайды екенсің деп. Мақсат өзі Марат қояды. Өзі Марат, тойда ат атылған жоқ. Біріншісінде Асқар қылып жүр, Асқар Оразымбетов жібердім, бірақ фамилиясын атап тұрмын. Екіншісінде Мақсат Оразымбетов. Әруақ риза болған екен, атасына әруақ риза болған екен да. Ана бір тойда енді сол да бар ғой, шатасудан. Мен Дима мен Дана бар кәдімгі өзіміздің дуэт. Дима мен Дана постоянно тойға келеді. Дима мен Дана деп хабарлап жүрген, бір күні Медеумен басқарып отырсам, Медеу бүйтіп хабарлады. Дінмұхаммед пен Дана деп. Мәссаған мен Дима деп боларды. Ана атымен хабарлап жүрегім ғой, оны өзіміздің Дима дейміз ғой. Бұл Дінмұхаммед деп хабарлау керек екен ғой деп. Азан қойып шақырған атымен айтайын. Бір тойға кеп қалды. Медеудің хабарлаған бойынша хабарлайын деп. Дінмұхаммед пен Дима деп жүрген. Дінмұхаммед пен Дана деп айтамын депші. Димаға әбден үйреніп қалды. Дінмұхаммед пен Диманы қарсылайық деп. Біреу кім сөйтті, Мирас пен Құралайды. Миралас пен Құралас. Миралас пен Құралас қарсы алыңыздар деген бір табада ше. Қымбатты достар, 3D көрермендері, бүгін күшті бір бағдарлама болды деп ойлаймын. Демалдық қой. Күшті әңгімелестік. Сендер айтып қойдыңдар, Дәурендікі күшті болды деп. Дәурен аға бірінші орында тұр. Эфир шыққаннан кейін көреміз. Нұрболат аған жаңа қырынан таныды. Ойбай. Мен бүйтіп әңгіме айтып. Көп сөйтіп айтады. Бүйтіп сәл күтсең шығады екен негізінде. Енді шығатын еді енді. Қазір тағы да жалғастырамыз онда. Да бір айланып келеді ғой да. Иә. Негізі біздің оқиғаларды кімнен сұрай беру керек? Дәурен ғой. Сол күшті айтып береді. Гастроль дегені ма? Иә. Бір күшті әңгіме болды, күшті демалыс болды. Рахмет келгендеріңізге, қолдап. Алдағы концертке сәттілік тілейміз, Құдай қаласа. Иә. Құдай қаласа мүмкіндік болып жатса, барып репетицияға да қатысуға болады. Бізде де бір ой айта аламыз негізінде. Жоқ, негізі сендер байбың балдары кезден бастап мен өз бір ой озық. Иә. Былайша айтқанда профессиональный дейді ғой, сендер театрды оқыдыңдар, өнерді оқыдыңдар. Сондай бір керемет сондай командасыңдар. Сондықтан жігіттер, сендерге де тілерім. Әйтеуір үлкен дүние жасаңдар. Сендерден сонан сен күтем өз басым. Күтіп жүрмін. Қашан екен деп. Сөйтіп жүрген сендер енді келіннің қорқып жүре бермей бастаңдар бірден. Осына екі бала. Наурыздың үйдегі келін қандай өнерлі. Мен өткенде жаңадан сериал түсіріп жатыр. Біз түсірдік. Еркектерге қарсы деген қазір Астана арнасында беріліп жатыр. Соның бір сериясында келін ойнады. Мен өзім әйелім болып ойнады. Берік аға шақырып тұрады ғой постоянно. Күшті. Бірінші рет дебютный біздің неге сериалда ойнадық. Өзіңіз айтып едіңіз, бірақ әйелдеріңіз жұлдыз қылмаңдар деп. Иә. Маған әкелемін де мен оларды бұзбаймын, уайымдамаңдар. Мен ана әңгіме ғой бұзатын олардың. Құлақпен тыңдайды. Берік ағамен әңгімелесіп көргем ғой, Дәурен ағамен де әңгімелесіп тыңдап көргем. Бірақ Нұрболат ағамды енді көп көрем ғой. Бірақ амандасамыз да, қалайсыз деп, былай сахнаның артында да көп көреміз. Бірақ былай үйтіп әңгімелесіп, мен қуанып отырмын бүгін енді көріп отқан көрермендерді күшті жаңа қырынан танып, жаңа Науыз ағам айтпақшы. Енді мына бірінші басқа жаққа ешқайсысына бір интервьюге бармаймын. Сендермен сөйлескен соң мен енді алдын ала көрермендерден де кешірім сұрап қоямын. Бір әңгімелерімді жеткізе алмай жатсам, тұтығып қалып жатсам, сондықтан бұндайға үйренбегенбіз. Біз тек рөлге үйренгенбіз. Содан ұялады да, мен айтамын, сенің сол тұтығып жеткізе алмай жатқаның қызық деймін да маған. Сонысымен қызық ол деймін. Мысалға, дәм ғой. Біз осы бағдарламаны ашқан кезімізде ең бірінші осы көтеріп, осыны жақсы қылып кеткен Ерлан Айтбаев, Ералаш келіп кетті. Ең бірінші Ералаш ағамыз. Сол қатты популярностьқа әкелді деп ойлаймын. Ерекеңді қатты просмотрларда көп. Соның арқасында Ерекең кеше кино түсіріп кетті, көз түймесін деп. Сондықтан Нұрболат ағамыз Құдай қаласа осы 3D әңгімеден кейін бөлек театр ашып кетсе таңғалмаңыз. Интервьюға зорған келіп тұр. Ойнадым. Армандамаймын да десең. Күшті бағдарлама болды. Көп рахмет сіздерге. Құдай қаласа жаңа концертте сәттілік тілейміз. Құдай қаласа творчестволық табыс тілейміз. Аман болыңыздар. Осылай ағалық ақылдарыңыз таусылмай жүре беріңіздер. Кезекті 3D әңгіме бағдарламасын аяқтасақ болады. Аман сау болыңыздар. Жақсы. Амандықта.